Көзіме от жағындай көрінер аяу, терісі қолынтайдай ойнаған жыран. Жарайсыңдар бүлдіршіндер, біз қазір ғана халық әні «Балапан қаз» әнін орындадық. Балапан қаз әнін қандай аспаптың сүйемелдеуімен орындадық? Сасырнай. Дұрыс айтасыздар. Сасырнай аспабының сүйемелдеуімен халық әні «Балапан қазды» орындадық. Балалар, осы сасырнайды қалай жасалатынын білгілерің келе ме? Иә. Балалар, біз зерттеушіміз ғой, ә? Иә. Оны зерттеп көреміз бе? Иә. Жарайсыңдар балалар. Ендеше біздің ғажайып сасырнайға қолдарыңды қойып, 3-ке дейін санап, көзімізді жұмамыз. 1, 2, 3. Ой, балалар, қараңдаршы, біз қайда тұрмыз? Балалар, біз Әбу-Насыр әл-Фараби музейіне келдік. Бұл музейде әл-Фараби бабамызға қатысты көптеген жәдігерлер топтастырылған. Ендеше жүріңдер, мұражайды барып көрейік. Ой, балалар, қараңдаршы, қандай керемет мұражайға келдік. Сәлеметсіздер ме? Ал балалар, біз мұражайдың қызметкері Жанболат Оралбайұлы ағаларымен бірге саз аспабының жасалу жолын зерттеп көреміз, балалар. Неше балалар, қош келдіңдер. Бізде ата-бабаларымыз бұрыннан бастап осы саз өнерімен тығыз байланыста болған. Бұмен түрлі бұйымдар, күнделікті үйге, тұрмысқа қажетті заттар, сонымен қатар осындай саз аспаптарында жасаған. Мысалы, сендерге көрсетіп тұрған мынау саз аспабы, бұл 9 ғасырдағы Әбу-Насыр әл-Фараби бабамыз дүниеге келген Оқсус қаласынан табылған бір ойықты сазсырнай. Көрдіңдер ме? Қандай керемет, балалар, қараңдаршы. Біз қазір осы сазсырнайдың көлеміндей сазсырнай жасайтын боламыз. Қолымызда барлығымыз осы сазбалшықпен, осы пішінде біз сазсырнай жасаймыз. Яғни бір ойықты сазсырнай. Бірінші жалпақтап аламыз. Жалпақтап аламыз. Жалпақтаймыз бәріміз. Бұлай жалпақтап алады екенбіз бірінші. Одан кейін бар, дөңгелектеп пішін жасаймыз. Ішке қарай. Ары қарай жалғастыра бер. Мінекей барлығын біріктіреміз. Қараңдаршы, ағай қандай керемет жасады. Ішіне келтіреміз. Немесе біздің жаңа сазсырнайымызды ішіне қойып, сыртқы келбетін жасауға болады. Бұл сазбалшықтар, табиғи сазбалшықтар. Біздің Арс өзені бар, біздің ауылда, ауданымызда орналасқан Арс өзені бар. Сол Арс өзенінің бойынан шілде кезінде осы сазбалшықтарды жинап аламыз арнайы. Бұл кәдімгі топырақ емес, бұл сазбалшық өйткені бір-бірімен бірігу кезінде түрлі құмыралар, осындай саз аспаптар жасайтын кезде сазбалшық бір-біріне бірігу керек. Сондықтан бұл отырардың өзінің отырар сазы, бұның аты бұл сазбалшықтың. Ой, рахмет, Жанболат Оралбайұлы, сізге алғысымыз шексіз. Балалардың жұмыстары, балалар осы жұмысты жасай отырып, қолдың ұсақ-саусақ моторикасы дамыды. Баланың миы саусақтың ұшындағы жасалған жұмыстарға байланысты дамиды. Бізге керемет дәріс бердіңіз, Жанболат Оралбайұлы, сізге үлкен рахмет. Енді бұл арғай кептірілу керек, күйдірілу керек, одан кейін барып осындай дыбыс беруге қабілетті үрмелі аспапқа айналады. Жарайсыңдар, тек биіктерден көрініңдер. Үлкен рахмет сізге.